Республикадағы тұңғыш өнер жұлдыздар аллеясы біздің қаламызда. Мейірхан Адамбековтің құрметіне жасалған жұлдызды белгінің ашылу сәтіне куә болып тұрмыз. Құрмет кітабына Мейірхан Адамбековтың есімін енгізу құрметі тапсырылады. Өзіңмен бірге жүрген көкбелді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, менмін деген әншілер қатысқан ең бірінші алған жаңағы Әміре Қашаубай атындағы конкурстың лауреаты. Онан бері келетін болсақ, күміс көмей сайысының бас жүлдесін алған. Ал енді өмірден өткеннен кейін де істеліп жатқан іс-шаралар Құдайға шүкір баршылық. Соның бір үлкен ішіндегі шоқтығы биігінің бірі осы. Бұл кісінің үлкен сабырлығы, оның кейінгі дәрсе бұл адамды адам деп тануы, талантты алыстан тану, адамды бағалау, өнерді бағалау, сөзді қадірлеу, өнер адамының орнын білу, алдыңғы оны ағаның қатарында тұратындай жағдайда болғанын айтып. Ауылды сағындым ғой ау. Жұлдыздар аллеясында Мейірхан Адамбеков. Облыс әкімшілігіне, мәдениет басқармашылығына осы игі шараларды атқарып жатқан атсалысып жатқан адамдарға алғысымыз, отбасымның атынан, жалпы әулетіміздің атынан алғысымыз шексіз. Мейірхан Қарқаралы өңірінде туған ұлы Жүсіпбектен кейінгі қазақтың әншісі, біздің елден туған Жүсіпбектен кейінгі екінші ұлы әнші. Жұлдызың жарқырай берсін, Мейірхан. Енді сенің жұлдызың бұдан да жарқырай береді. Енді сен қазақтың аспанында бұдан да жарқырап тұра бересің. Осындай киелі мекенде әрине Жүсіпбектен кейін жаңағы Серік ағам айтпақшы, Мейірханның дүниеге келуі ол сандылық еді. Мен Мейірхан туралы жазған естелігімде жылап отырып жазғанда, өз Томар деген пістеген ауылда туған азамат қой. Сол таба алмай көп қиналдым. Сосын ойыма мындай ой келді. Томардан шығып бәйтерекке айналған тұлға деген. Өлді деуге боламайтыңдаршы, өлмей тұғын артыңыз қалдырған дейді. Мейірхан ағамыз адамдығымен де, адалдығымен де, өнерпаздығымен де қазақ жүрегінен орын тапқан үлкен тұғырлы азамат. Әр кездесуіміз жақсыларды бағалайтын, жақсылардың қадіріне жететін осындай тамаша күнменен жалғаса берсін. Құтты болсын ағайын. Бүгінгі тарихи оқиғамен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Халықтың алдында жаңғырған әндерге деген тыңдарман махаббатының жалыны ешқашан сөнбесін. Құтты болсын ағайын. Зулдайды, зулдайды